Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Дамира. Бүгін үй жағдайында қайсықтан қалай құтылу керек жолын әдісін көрсететін боламын. Жалпы қайсық неден пайда болады? Оның себептері көп. Шампунды дұрыс таңдамағаннан, асқазан ішек жолдардың ауырғаннан, дұрыс тамақтанбағаннан, стресстен және витамин жетіспегеннен де қайсықтар пайда болады. Ұн тағамдарын, майлы тамақтарды жиі тұтынбағандарыңыз жөн. Тамақтануды дұрыстау керек. Және бізде химиялық заттар қазір өте көп қолданамыз. Фен мен шашты көп кептірмеген дұрыс. Және шаш бояуларын көп пайдаланбаған дұрыс. Егер сіздің шашыңызға қайсықпен бірге безеу болса, онда сіздің май қабатындағы бездердің бұзылыстары болып келеді. Ол кезде міндетті түрде дәрігерлермен кеңескендеріңіз жөн. Менде 10 штук аспирин. Міне аспириннің 10 штугын алып, оны аз ғана суға кептетін боламын. Міне 10 штугын ертетін боламын. Жақсылап ерігенше қозғаймын. Сіздер осы шампунға салып, әбден қозғалғаннан кейін осы шампун бір күн тұрғаны дұрыс, 24 сағат. Аптасына 2 рет күнделікті шашыңызды жуғанға пайдаланасыз. Егер сізде 1-2 рет жуғаннан кетпесе, онда шампунды соңына дейін таусылғанша жусаңыздар болады. Міне менде толық еріді аспириным. Енді осын шампунға құятын боламын. Міндетті түрде қараңғы жерге қойып қойыңыз. Міне қапағын жауып, әбден шайқайтын боламын, барлығы тегіс араласқанша. Менің видеомды қарағандарыңызға рахмет, кәделеріңізге жарасын.